Леван меня зовут. Сарыағаш. А? Сарыағаш. Бет бүйт сürмей қойшы, Сарыағашта болып Сарыағаш тұрмалысымен есім қуаныш болады. Сөйтіп. Удостоверение түсіре алмайсың деймін. Удостоверение түсіре, мен түсіре Не берем. үшін? Ты Удостоверение же Ты государство представляешь? государство, но удостоверение не Да. имеешь права. Может, Почему? дубликат ты сделаешь, откуда я знаю? Тоже Какой самое? дубликат? Ну, мало что. А кто ты такой, откуда я знаю? Нет, ты удостоверение служебного не имеешь права. Стой, ладно. Ерлан же Ерлан зовут, да? Ерлан зовут. Удостоверение имеется у вас, Ерлан? Ой, Не, а что от меня хотят? а что? Тарчи дегенес. Руки убери. Сүрме деп жатыр. Руки убери от меня. Сүрме деп жатыр. Руки убери от меня. Не надо меня трогать. Шықпай бak. Написано, карман наркотические средства имеется против. Ау? Противозаконно имеется колющее режущее наркотические Да. средства. Можете показать? А что показать? Содержимое в кармане, у нас ОПМ хорошо идет. Окей, вот сигареты. Можешь Да. показать? Ау? Можешь поставить сюда, в карман. Құрметті Шымкент қаласының полиция басқармасының басшысы Алмасбеков Нұрлан мырза, мынандай өз құзыреттерін асыра пайдаланатын қызметкерлерге мейлі ішкі тәртіп болсын, мейлі сыртқы тәртіп болсын, шара бар ма? Мынау масқара ғой мынау. Азаматтармен сөйлесу этиканы білмей ма? Әлде өздеріңіздің ішкі бұйрықтарыңызды білмей ма? Әлде азаматтармен қарым қатынас туралы шыққан 164-ші бұйрықты білмей ма бұлар? Не болмаса біле тұра белшесінен баса ма? Мынау масқара ғой мынау. Құдды бір сырттан қарасаң бір жабайылық сияқты. Сенсіреп, өз құзыреттерін асыра пайдаланып, үстіндегі жейдесін, көйлегін, курткасын шешіп атырып, бір қызға қолы тиіп кетіп, не деген бір анандай бір салғырттық деймін да, сырттан қарасақ. Соңғы кезде осындай бейнематериалдар көп жиіліп жатыр. Мүмкін Астана бір шара көрер бұл қызметкерлерге.